сәлеметсіздер ме? Қазақ елінің халқы, құрметті ағаларым мен апаларым, бауырларым мен қарындастарым, менің есімім Алмас. Мен сіздерді Құдайдың шетін сусынымен, жастықпен, сұлулықтың, денсаулықпен және ұзақ өмір сүрудің эликсирімен таныстырамын. Роликті көріп отырып, лайкты, подписканы, колокольчикті бас. Сұрақтарың болса, комментарияға жаз. Достар, мынау бидайдың өсіп жатқан 4-ші күні. Бірінші күн суда тұрды, екінші, үшінші, 4-ші күн қараңғы жерде тұрды. Қазір міне жарық қалып шықтым. Арқада сіздерге осы бидайдың 10-12 сантиметрге дейін өскенін көрсетемін. Көрсете отырып, бидайдан өскен жасыл шөптің адамның денсаулығына қандай пайда әкелетінін айтып отырмын. Қандай емдік қасиеттер бар, қандай аурулардан көмектеседі, осының барлығын айтып отырам. Егер де сізде жоғарғы немесе төменгі қан қысымы болса, жоғарғы немесе төменгі қан қысымынан жүрген кезде тербеліс болса, көзіңізге шыбындар келсе, басыңыз айналса, жүрегіңіз айнса, жүректің аймағы ауырса, құлағыңыз шуылдап кетсе, терлеуіңіз жоғарыласа, ентіге берсеңіз, ойға сақтау қабілетіңіз нашарласа, осы айтып кеткендердің біреуі немесе бірнешеуі сізде болса, онда сізге бидайдан өскен жасыл шөбінен алынып жасалынған смузи немесе сығылған шырын түрі көмектеседі. Сығылған шырын мен смузидің құрамына жасыл хлорофилл мен көптеген пайдалы заттар кіреді. Осы туралы мен сіздерге қазір толық айтып кетейін. Смузи немесе жасыл шырын құрамына адамдың ағзасына қажет көптеген дәрумендер бар. Бірқатар дәрумендер кіреді. Микро-макро элементтер, 400-ден асқан ас қорытатын ферменттер, амино қышқылдар, осының барлығы адамның денесіне өте жақсы сіңеді. Бұлар иммунитет, денсаулық мықты болу үшін табиғи түрде биологиялық, химиялық құрылыс материалдар болып табылады. Гипоаллергенді өнім балаларға, жүкті әйелдерге емізетін кезде өте жақсы, қолайлы. Смузи мен сығылған шырын қан мен тканьдың қалпына келуіне ықпал етеді және асқазан мен ішек жұмысын қалпына келтіреді. Осының барлығы Q12 деген дәрумендің арқасында болады. Ол қан туындау процесінде эритроциттардың түзетуіне, құруына маңызды рөлін атқарады. Бұдан бұлар қан мен тканьды тез қалпына келу күйіне әсер етеді және асқазан мен ішек, тері, шырышты қабықтарына тез қалпына келу күйіне әсер етеді. Сонымен қатар, ол зат алмасу процесінде өте маңызды рөлін атқарады. Смузи мен сығылған шырын магний мен темірге бай. Олар қандың тез жаңаруына және метаболизм немесе зат алмасу процесін қалпына келуіне ықпал етеді. Сондай-ақ бұл сусындар бактерияларға қарсы, вирустарға қарсы, грибоктарға қарсы функционалдық әсері бар. Толығыменен органикалық, сілтілік металдардан, микро-макро элементтен тұрғандықтан, бактерия, вирус, грибоктар тек қана қышқыл ортада өмір сүретіні ғылыми түрде дәлелденген. Бактериялардың, вирустардың, грибоктардың өмір сүруіне қолайлы қышқыл ортаның болу себептері ол өңделген және қайта өңделген тәтті сусын мен тамақтар, адамдың қозғалысы азайып кетуі, суды аз ішуі, осының барлығы айналып келгенде адамның ағзасының денесінің қышқылдануына апарады. Қышқыл денеде жасушалар, клеткалар қышқылданып кетеді. Қышқылданып кеткен клеткалар, жасушалар ол ластанғандың және оттегі деңгейін төмен түсіп кеткендің белгісі. Осылай қышқылданып кеткен адамның ағзасы, денесі бактериялардың, вирустардың, грибоктардың өмір сүруіне, көбеюіне қолайлы тіршілік ортасы болып табылады. Қышқылданып кеткен денеде бактерия, вирус, грибок, паразиттар көп болған сайын адамның денесінде аурудың түрлері де көбейеді. Ал егер де сіз бидайдан өскен
жасыл шөбінен алынып жасалынған смузи немесе сығылған шырынды ішетін болсаңыз, онда сіз денеңіздегі жасушаларды, клеткаларды тазартасыз. Клетка жасушаның іші ортасы тазарады, сілтіліктенеді және олардың оттегі деңгейі көбейеді. Денедегі жасушалардың сілтілігі артылған сайын сіз денеңізді қышқыл ортадан тазартасыз. Денеңізді, жасушаларыңызды қышқыл ортадан тазартсаңыз, сіз бактерия, вирус, грибоктардан тазардым дей беріңіз. Себебі олар анаэробный, оттегі жоқ немесе аз ластанған қышқыл ортада өмір сүреді. Бидайдың жарықта тұрған бірінші күні бітіп, екінші күні басталды. Сондықтан дененің сілтілік деңгейін көтеру үшін табиғи сусын мен табиғи тамақтарды жеу керек, ішу керек. Табиғи сусын мен табиғи тамақтарды ішкен кезде ғана қайта өңделмеген дененің сілтілік деңгейі көтеріледі. Адамның денесі аэробный болады, кислородқа, оттегіге толы болады. Смузиде және концентратталған шырындың құрамында оттегі көп болуына байланысты оны сұйық оттегі деп атайды. Смузи мен концентратталған шырында адамды қалпына келтіретін потенциал бар. Егерде орысша восстановительный потенциал ОВП метрмен өлшеген кезде ол минус деген зарядты көрсетеді. Ішетін сұйықтықтарды ОВП метрмен өлшесе, минус деген зарядты көрсетсе, ол денсаулықты қалпына келтіретін потенциал бар деген сөз. Ал егерде керісінше плюс деген зарядты көрсетсе, ол сұйықтықтың тотығу потенциалы бар деген сөз. Денсаулыққа зиянды білдіреді. Егерде жаңа сығылған шырынды ОВП метрмен өлшеп көретін болсаңыздар, ол минус 70 деген милливольт көрсетеді. Бұл физикалық көрсеткіш. Адам ағзасындағы барлық сұйық орталар, мысалы қан болсын, аяғы ауыр әйелдердің амниотикалық сұйықтықтары, орысша околоплодный воды, емізетін сүттері, жасушы шілік сұйықтықтары, внутриклеточная жидкость, адамдың сілекейі, кіші дәреті, осылардың барлығын физикалық приборлармен өлшетін болсақ, минус теріс қалпына келтіретін қасиеттерге ие. Мысалы, дені сау адамдардың қанын алып ОВП метрмен өлшейтін болса, минус 180, минус 200 милливольтты көрсетеді. Бұл көрсеткіш адамдың денсаулығы мықты екенін, энергиясы көп екенін білдіреді. Сөйтіп біз жаңа сығылған шырындарды ішкен уақытта біз ағзамызды, денемізді биологиялық энергетиктерге толтырамыз. Жаңа сығылған шырынды таңертең бірлес ішіп алсаңыз, энергияңыз, қуатыңыз кешке дейін жетеді. Мысалы, сіз водопроводтың суын, шайды немесе кез келген дүкенде сататын сусындарды өлшеп көретін болсаңыз, ОВП метрмен, онда сіз осы сұйықтықтардың тотығу потенциалмен плюс деген зарядпен болатындығын көресіз. Бұл деген сөз, бұндай өңделген сусын мен тамақтарды ішкен сайын, жеген сайын, адамдың денесі, ағзасы бұл барлық суды оң зарядтан теріс зарядқа ауыстырады, плюстан минусқа ауыстырады. Тек осылай ғана адамның ағзасы митохондриялар өндірген өзінің энергияларын береді. Тек осылай ғана ішкен су мен сусындар денедегі жасушаға, клеткаға қан арқылы барады. Сондықтан адамдың денесі өзінің бойындағы энергияны және микро-макро элементтерді жұмсамау үшін денсаулықтың құрылысына қажет құрылыс материалдарды кетірмеу үшін биологиялық, органикалық энергетиктерді ішу керек. Дұрыс тамақтану өнімдерін тек тірі жасуша басқа жасушаға өзінің энергиясын және құрылыс материалдарын бере алады. Бидайдан өскен жасыл шөпте 70% хлорофилл болғандықтан смузи мен шырында тағы да бір атауы бар, жасыл қан деген. Ғылыми дәлелденген хлорофилл мен гемоглобиндің молекулалық құрылымы бірдей. Бұл барлық дененің барлық тіндерінде, барлық жасушаларда оттегінің көп болуына әкеледі.
бидайдын жасыл шөбүнөн алынган смузи мен шырын кандын жакшы сапалы жанаруына ыкпал этеді және ағзада зат алмасуға обмен веществ мутация болып тұратын вирустарға қарсы және иммунитеттің төзімділігін арттырады. Бидайдың жасыл шөбінен алынған смузи мен шырындың құрамындағы дәрумендер сүйек және шеміршектің құрамын қолдайды, қатайтады. Смузи мен шырындың құрамында А деген, Е деген дәрумендер бар. 400-ден асқан тірі ас қорытатын ферменттер бар. Менделеев таблицасында 118 микро-макро элементтер болса, смузи мен шырындың құрамында соның ішіндегі 96-сы бар. Соның ішінде кальций, калий, натрий, магний, фосфор, селен, железо, марганец, цинк барлық осы органикалық сілтілік металдар адамдың ағзасына, денесіне коллоидтық, биологиялық қолжетімді түрде орналасқан. Бұдан басқа смузи мен шырындың құрамында 17 аминокислота орналасқан. Оның ішінде алмастырылмайтындар да бар. Адам ағзасы өзі әзірлей алмайтындар. Тек қана сырттан келген басқа тамақ көздерінен алынады. Это валин, изолицин, лицин, лизин, мианин, трианин, триптофан, филуанин, аргинин және гистидин. Бір сөзбен айтқанда, онда дененің жұмысына қажет дәрумендердің көпшілігі бар. Бидайдан өскен көк шөпті тамаққа қолдануы 30-шы жылдары басталды. Чарльз Шнобель деген агрохимиктің тәжірибе нәтижесінде Шнобель ауырған тауықтарына бидайды өсіріп, көк шөбін бере бастады. Ол тауықтарының жақсарып оңалғанын байқады. Тіпті тауықтары жұмыртқаны 2 есе көп тапқанын байқады, қасындағы сау тауықтарға қарағанда. Эксперименттің әсерінен Шнобель бидайдан өскен жасыл шөпті отбасының рационына енгізді. Келесі жылы экспериментті қайталады. Нәтижесі де қайталанды. Егер де сізде онкология болса, қартайып кетсеңіз, туберкулез болса, семіріп кетсеңіз, немесе анемия, гипертония, артрит, бронхит және көптеген басқа аурулар болса, жасуша деңгейіндегі, осының бәрінен сізге құтылуға көмектесетін саны, сапасы жеткілікті бидайдан өскен көк шөптен алынған және сығылған шырын немесе мұздатылған түрі. Бұдан басқа таңдалған диетаны қатаң сақтау керек, салауатты тамақтану болу керек және биологиялық режимді күн мен түнді қатаң сақтау керек. Мәңгі естеріңізге сақтаңыздар, достар. Көптеген аурулар 90% адам өмірінде өзі сатып алады. Бұның барлығы қазіргі заманымыздың дұрыс емес тамақтанудың мәдениетінің нәтижесі. Нәтижесінде ағзамызда жасуша деңгейінде ластану мен қышқылдану орын алады. Егер де сіз осы қарапайым нәрселерді түсінсеңіз, ауруға апаратын осы себептерді алып тастау керек. Ағзамыздағы ластанған, қышқылданған жасушаларды тазарту керек. Ол үшін өндірілмеген таза табиғи сусын мен тамақтарды жеу керек, ішу керек. Жасушаларды тазартсаңыз, оларға тамақ берсеңіз, дәрумендерді, ферменттерді, аминокислоталарды, микро-макро элементтерді, нәтижесінде көптеген жылдарға мықты денсаулыққа ие боласыз. Осы смузи мен жаңа сығылған шырындың құрамына кіретін белсенді пайдалы заттардың арқасында сіздердің жоғарғы қан қысымыңыз қалпына келеді және қандың тромб болып үйіп қалуын алдын аласыз. Бұның барлығы сізге инсульттің, инфаркт миокардының дамуын болдырмауға мүмкіндік береді. Бидайдың жасыл шөбінен алынған смузи мен жаңа сығылған шырын қанды сұйықтатады және қан тамырларының қабырғаларын сынғыштық деңгейін төмендетеді. Қан тамырларының қабырғалары серпінді болады және қан айналуын жақсартуға көмектеседі. Осының арқасында жоғарғы немесе төменгі қан қысымы қалпына келеді. Нәтижесінде бастың, қолдың, аяқтың ісінуі
азаяды. Бұның барлығы сізге жұмыс өнімділігін арттыруға және ұйқының жақсартуға мүмкіндік береді. Смузи мен сығылған шырын қанды токсиндерден тазартады және жүректің ырғағын қалпына келтіреді. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Бұл сіздің қан қысымыңызды жас нормасына дейін төмендетеді. Жүрек бұлшықеттеріне жүктемені азайтады және жүрек тамыр жүйесінің жағдайын қалыпқа келтіреді. Бидайдың көк шөбінен жасалынған смузи немесе сығылған шырын бұл органикалық табиғи өнім. Бір кереметтілігі ұзақ әрекет етеді. Смузи немесе сығылған шырын бұл органикалық табиғи өнімдер жоғарғы немесе төменгі қан қысымдарды алдын алуға Астана қаласында өндірілген таза экологиялық бидай тұқымдарынан. Осының арқасында ол денеге ұзақ уақыт әсер етеді. Және бұл барлық нәтижені көптеген жылдарға сақтайды. Және қан қысым дағдарыс қаупін нөлге дейін төмендетеді. Жоғарғы немесе төменгі қан қысымнан және балаларға туа біткен вегета тамырлы, жұқпалы, тұқым қуалаған бұзушылықтарға және жүрек тамыр жүйесінің функция мен жағдайларында алдын алу және емдеу мақсатында қолдану тәсілі. Балалар мен үлкендерге егер де смузи болса, 200 грамм смузиді күніне 3 уақыт ішу керек. Жарты сағат бұрын тамақтың алдында аш қарынға. Егер де шырын түрі болса, алдын алу мақсатында үлкендер мен балаларға 1 уақыт ішу керек. Жарты сағат бұрын аш қарынға тамақтың алдында. Емдеу мақсаты болса, үлкендер мен балаларға 30 грамм шырынды 100 грамм жылы суға езіп 3 уақыт ішу керек. Тамақтың алдында жарты сағат бұрын аш қарынға. Достар, құдайлар да осы сусынды ішеді. Мен де өзімді құдайлардың баласымын деп есептеймін. Сіздер де өздеріңізді құдайдың құлы емес, баласымын деп есептейтін шығарсыз деп ойлаймын. Достар, мен осы сусынды жасап ішемін. Егер де сіздер де қаласаңыздар, тапсырыс жасаңыздар. 1 литрі 350 теңге тұрады, сүттің бағасымен бірдей. Бірақ сүтпен, қымызбен, саумалмен салыстыратын болсақ, бұлардан да құнды. Табиғи, биологиялық, химиялық ағзаға қолжетімді құрылыс материалдармен. Достар, смузиге тапсырыс беретін болсаңыздар, телефонға немесе WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Келесі роликтерде осы жасыл сусын қандай аурулардан көмектесетіндігін айтамын. Достар, аямай лайктарыңызды, подпискаларыңызды, колокольчиктарыңызды басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Сау болыңыздар.